Көк шай мен қара шайдың бауырға әсері қандай? Жапондықтар мен қытайлықтар көк шайды бауыр ауруының алдын алу үшін ішеді екен. Шай бұл бүкіл әлем бойынша көп қолданылатын сусындардың бірі. Оның шөлді басып, ағзаны сергітетін әрі нәрлендіретін қасиеттері бар. Ал шайдың бауырға әсері қандай? Жапондықтар мен қытайлықтар көк шайды бауыр ауруының алдын алу үшін ішеді екен. Ал басқа бір зерттеулерге сүйенетін болсақ, қара шай бауыр клеткаларын алкогольді ішімдіктің әсерінен болатын бұзылыстардан сақтайды делінген. Осындай тұжырымдармен қатар көк шай мен қара шайдың бауырға келтірер пайдасы мен зияны жайлы айтып өтейін. Көк шай жоғарыда айтып өткеніміздей бауырды аты жаман аурулардан сақтап, септігін тигізеді. Аталмыш сусынды ішу арқылы біз бауыр жасушаларын қорғай аламыз. Оның құрамындағы өте көп мөлшердегі антиоксиданттар осындай күшке ие. Сонымен бірге бауырды түрлі токсиндерден тазартады. Көк шай қандағы су, тұз алмасуын қалпына келтіріп, несеп айдайды. Мұның бәрі бауырдың жұмысын жеңілдететін сөзсіз. Тіпті көк шайдың бауырдың патологиялық аурулардың алдын алатын кереметтей әсері бар. Алайда көк шайдың тым көп ішуге де болмайды дейді мамандар. Өйткені көк шайды шамадан асырып ішкенде бауыр жеткіліксіздігіне апарып соқтыруы мүмкін. Көк шайды күніне 3 шыныдан артық ішпеген абзал. Қара шайдың бауырға әсері қандай? Қара шайда көк шай секілді аурудың алдын алуға көмектесетін сусын. Күніне 2 рет қара шай немесе кофе ішкен адамның бауыр ауруына шалдығуы 25% ғана төмендейді деген деректер бар. Қара шайдың әсіресе қан қысымын төмендетіп, қан тамырлары ауруларымен ауыратындарға пайдасы зор. Сонымен қатар ыстық шайды ұрттап ішсеңіз, өт жолдарын тазартып, өт тастың пайда болуына жол бермейді екен. Қара шайдың құрамындағы темір, мырыш, фтор, танин сияқты заттардың арқасында осындай әсерлер беріп, денсаулығыңыздың сыр бермеуіне септігін тигізетін естеріңізге саламыз. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.